Тәуке ханның жеті жарғысы. Жеті жарғы Тәуке хан тұсында қабылданған заңдар жинағы. 17 ғасырда қазақ хандығының ыдырау қаупінің тууына байланысты қазақ қоғамының дамуы мықты билік пен бірлікті қамтамасыз ете алатын жаңа заңдар жүйесі қажет етті. Осы ретте Тәуке хан ежелден қалыптасқан дәстүрлі әдет-ғұрып пен өзінен бұрынғы хандардың тұсында қабылданған заңдарды одан әрі жетілдіру арқылы жаңа заң жүйесін жасауға тырысты. 300-дің игі жақсылары мен билері Күлтөбенің басында жиналып, қабылданған заңдар жиынтығы Тәуке ханның жеті жарғысы деп атауға ие болды. Ендеше жеті жарғының толық мәтінін көрсек болады. Бірінші жарғы: көтеріліс жасап, бүлік шығарған кісілерге өлім жазасы бұйырылсын. Екінші жарғы: түркі халқының мүддесін сатып, елге опасыздық еткендер өлім жазасына бұйырылсын. Бұл жарғы халықтың ортақ мүддесі, елдің бүтіндігін қорғаған біртұтас қоғамдық сананың жемісі. Үшінші жарғы: мемлекет ішінде жазықсыз кісі өлтіргендер өлім жазасына бұйырылсын. Бұл жарғыда жабайылықтың төменгі сатысына тән кісі өлтірушілікке тыйым салған және мәдениеттіліктің белгісі ретінде танылуға тиіс өте елеулі жаңалық. Төртінші жарғы: өзге біреудің әйелімен зинақорлық жасап, ақ некені бұзушыларға өлім жазасы бұйырылсын. Бұл неке парызына адалдықты талап еткен маңызы зор жаңалық. Бесінші жарғы: өреде тұрған тұсаулы жүрген сәйгүлік атты ұрлаған кісіге өлім жазасы бұйырылсын. Ол кезде ер қанаты ат елдің, мемлекеттің, соғыстың күші ретінде пайдаланады. Алтыншы жарғы: төбелесте мертігудің түріне қарай төмендегіше мүліктей құн төленсін. Біреудің көзін шығарған кісі айыпқа қызын береді, ал қызы жоқ болса, қыздың малын береді. 4 мүшенің бірін мертіктірген кісі айыпқа ат береді. Жетінші жарғы: ұрланған жылқы өзге де құнды мүлік үшін 10 есе артық айып төленсін. Міне, 17 ғасырда өмірге келген Тәуке ханның жеті жарғысының негізгі баптары осындай. Алайда оның негізгі ежелгі түрік мемлекетінде 6 ғасырдың ортасында туған болатын. Оқыған Кәрім Нұркүл.